Жасырын құлшылықтың бірі оқушылар әулие тұтқан Сүлеймен Хилми Тунаханың суретін жатарда жастық астына салып ұйықтайды екен. Ғалым болғаны рас, ол кісінің дінге қызмет еткені рас. Алайда мына өзінен кейінгі ерушілері, шәкірттері пайғамбар дәрежесіне көтеріп жүргендері шариғатқа қайшы нәрсе. Енді сол жасырын құлшылық дедім ғой, одан кейінгі жалпы олардың шәкірттері тіпті шектен шыққаны соншалықты ол кісінің суретін сүйіп, бірге ұйықтаған кезде жастығының астына салып жатады. Сол кісінің аруағы қолдасын, сол кісінің аруағы жебеп жүрсін деген мақсатпен. Көз астында болып жатқан жағдайға билік қалайша былқ етпейді. Әлде сол ұйымдардан ауызбастыр қалғаннан үндемей отырма. Ой бұлағы ластанған, пиғылы жат, теріс бағытты ұстанған ұл ертең елге қауіп төндірсе, кім жауап береді?